Әл-Фараби ауданында 4200-ге жуық көпбалалы ана бар. Оның 400-ден астамын алтын алқа, 1200-ін күміс алқа иегерлері құрайды. Мереке қарсаңында олардың қатары толыға түсті. Алтыннан алқа таққан ақжаулықтың бірі Қалдан Қыдырбаева. Ол өзінен тараған 8 перзентінен 20-дан астам немере 5 шөбере сүйген. Әкімдік қызметкерлеріне алғысын білдірген аяулы ана ақыл кеңесімен бөлісті. Аман болайық, Құдай қаласа, бәрілеріңді ананы құрметтей беріңдер айналайын. Өсіп өне беріңдер жаным. Осы мынау жаңағы айтайын деген мен мынау қыздар балдарым осы көбейте берсін ұрпақты жаңағы. Иә. Аманшылық болсын, тыныштық болсын. Рахмет айналайын өстіп атқандар. Осындай құрметке жеткізіп атқандарың рахмет. Нәзік жандыларға арналған мерекелік кеш Абай ауданына қарасты нөмірі 78-ші жалпы орта мектебінде жалғасын тапты. Аудандағы 4000-ға жуық көпбалалы ананың бірқатары осы жиында алтын және күміс алқа иегері атанды. Сіздердің бүгінгі күндеріңіз атап өтіп жатқанымыз, ал оның үстінде мынау көктемнің алғашқы мейрамдарының бірі. Көктемнің күнінен де құттықтап отырсам деп отырмын. Мынау сіздерге тілейтінім тек қана жақсылық, бақыт, денсаулық. Демографияның өсуіне салмақты үлес қосып жүрген аналарға деген құрмет мұнымен шектеліп қалмақ емес. Қанат Байысов, Сұлтан Бақытжанұлы, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.